14-ші есепке тоқталайық. 14-ші есепте бізде мынандай бөлшек берілген екен. Осы бөлшекті қысқартуымыз керек дейді. Біз қысқарта алмаймыз, егер олар қосылғыштар болатын болса. Мысалға, мына жерде 9 пен 36-ны 63-ті қысқартып қоятын оқушылар болады кейде. Мына екеуінде де не бар? 7 бар. Екеуінде де x квадрат бар, екеуінде де y квадрат бар. Демек, екеуіндегі бар көбейткіштерді жақшаның сыртына шығарып қоямыз. Сонда бізде жақшаның ішінде не қалады? Мына өрнектің ішінде бірінші қосылғыштың орнында x-тің квадраты қалады. X 4 қой, екеуі шықты жақшаның сыртына. Демек, x-тің квадраты қалады. 63-ті 7-ге бөлеміз. Жақшаның сыртына шыққан 7-ге, сонда 9 қалады екен. x квадратты, y квадратты жақшаның сыртына шығып кетті. Сонда бізде x-тің квадраты минус 9 деген өрнек қалды ішінде. Енді қарап отырсаңдар, нәтижеде бізде x квадрат минус 9 дегенді шығарып алуға болатын сияқты. Қараңдар, x куб минус 9x дегенді. Жақшаның сыртына не шығады? Екеуінен. Екеуден топтасақ, x шығады жақшаның сыртына. Сонда бізде мына біріншісінің жақшаның сыртына 9x шығады, x квадрат минус 9 ішінде қалады. 4x квадрат минус 36-дан жақшаның сыртына 4 шығады. Сонда x квадрат минус 9 қалады екен. Сонда бізде енді x квадрат минус 9 пен x квадрат минус 9 екеуінде бірдей. Егер екеуінде де бірдей көбейткіш бар болатын болса, мына жақтағыдай ғой, дәл. Мына жақтан мысалға екеуінен 4 шығарып жатырмыз ғой, дәл сол сияқты мына екі қосылғыштан мынадай x квадрат минус 9 деген көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, жоқ деп ойлаңдар мынаны. Сонда не қалды? X плюс 4 қалады бірінші жақшада. Ішінде қалғаны ғой енді жақшаның ішінде. Ал жақшаның сыртына x квадрат минус 9 шығып кетті. Енді қараймыз, алымында бөлімінде мынандай x квадрат минус 9 деген көбейткіш бар. Енді қысқартуға болады. Сонда бізде x плюс 4 бөлінген 7x квадрат көбейтілген y квадрат. Мына x пен x-ті қысқартып қоймаңдар. Бұл x дегеніміз 4-ге қосылып тұрған қосылғыш, сондықтан қысқармайды. Келесі 15-ші есеп. Өрнектің мәні айнымалылардың мәніне тәуелді емес екенін дәлелдеңіз дейді. Енді мына жерден, яғни бізде өрнектің мәні деп отыр, а мен б-ға мән береміз ғой. Сол кезде бізде жауабында қандай да бір сан шығады. Мына жерге а мен б-ның орнына қандай сан берсек те жауабынан ол а мен б-ның мәні жойылып кететінін көрсетуіміз керек қой сонда. Енді біз мына әрбір жақшаны бөлек-бөлек есептеп алайық. Мына жерден ортақ бөлімге келтіріп қосуымыз керек. Мына бірінші жақшаны жазып алдық. Ортақ бөлімге келтіреміз. Біріншісіне а-дан, екіншісіне б-дан береміз. Сонда а квадрат плюс б квадрат болады. Алымы бөлімі а мен б-ның көбейтіндісі. Екінші бөлшекке қараймыз. Бөлшектің бөлімдері әртүрлі. Бұны да ортақ бөлімге келтіреміз. Бірінші бөлшекке а плюс б-дан береміз. А плюс б жоқ қой мына жерде. Кейбір оқушылар болады, мына жерде плюс б бар, мына мен б-ны бере саламын деп айтатын. Жоқ, олай емес. Бұл а плюс б деген түгелімен бір өрнек болып есептелінеді. Сондықтан түгелімен мынаған береміз бірінші бөлшекке. Екінші бөлшекке 2а-ны түгелімен береміз. Сонда бізде а плюс б екеу болады. Мына жақта жаңа толықтауыш көбейткішімізде тұрған а плюс б бар, және мына а плюс б бар, екеу квадрат болады. Сосын минус мына, сосын мына жерде б бар, мына жақта 2а-ны тағы да толықтауыш көбейткіш ретінде бергендіктен 2а-б болады. Тең дейміз. Енді жақшаларды ашқан кезде а квадрат плюс 2а-б плюс б квадрат қой. Мына ашқан кезде азайтылған 2а-бымыз бар мына тұрған. Сонымен 2а-б мен 2а-б не істейді? Жойылады. Сонда бізде а квадрат плюс б квадрат бөлінген 2а көбейтілген а плюс б. Мына екеуінің көбейтіндісін жақшаға жазамыз. Енді ары қарай екеуі не деп тұр? Бір-бірінен шыққан бөліңдер деп тұр. Яғни бірінші шыққан мына өрнекті, екінші шыққан мына өрнекке бөлу деп жазып аламыз. Одан кейін мына екінші бөлшекті кері бөлшекке айналдырамыз. Сонда алымына 2а плюс көбейтілген а плюс б бөліміне а квадрат плюс б квадрат ауысады. Сонда а квадрат плюс б квадраттар қысқарып кетсе, мына жерде бізде енді а мен а-ны қысқартамыз. Болады қысқартуға. Сонда бізде қалады 2 көбейтілген а плюс б қалады екен, бөлімінде б қалады екен, мінекей мынау қалды. Енді екінші бөлшекке қараймыз. Минус 2а бөлінген б, мына жерде тұрған. Енді екеуінің бөлімдері қандай? Бірдей. Ондай болатын болса, біз алымдарын біріктіре берсек болады екен. Енді мына 2-ні жақшаны ашып көбейтіп ішіне көбейтіп жібереміз. А-ға да б-ға да сонда 2а плюс 2б болады. Азайтамыз 2а-ны. 2а мен 2а енді не істейді? Бірігеді. Яғни ол жойылады деген сөз. 2б бөлінген б болады екен сонда. Енді б мен б қысқарып кетсе 2 қала ма? Демек мына өрнек түгелімен нешені қойсаң да жауабынан 2 шыға береді деген сөз.